Махамбеттіктер қайда? Өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, сәнім менің. Алақандай аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрініңге қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Той болсын. Ал жақлап бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам деп бір айқайлап шулап қояйық. Той құтты болсын. Қол соққандары бай болсын деп жатырмыз. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал армысыздар, алтыннан ардақты, күмістен салмақты, қойнауы құтты, тұғыры мықты, шәйнегі шоқтан түспеген, қазан оттан түспеген, даласы қойылы, ауылы тойлы. Той десе ішкен асын жерге қоятын бүгінгі тойшыл қауым. Алтындай уақыттарыңыз бөліп, мына қазақта айтады, жақсылықты бөліссең көбейеді. Сондықтан да бүгінгі торқалы тойымызды, жақсылығымызды бөлісіп келгендеріңіз үшін, алдыменен өздеріңіз үшін бір ерекше қол соғып қошеметтеп алыңыздар. Той құтты болсын. Бүгін өте керемет әулетіміздің көптен күткен қуанышы, керемет мекеннің қуанышы. Қарт-Жайықтың бойында орналасқан, мына Исатай бабамыздың дүбірі қалған, Махамбет бабамыздың ізі қалған, кешегі өткен Қаршығаның күмбірі қалған киелі мекеннің, Махамбеттің соның ішіндегі Адай әулетінің қуанышы құтты болсын деп, тағы бір ерекше қол соғып қошеметтеп қояйық. Жаңа Адай әулет деп айтып жатырмыз ғой, соның ішінде Асылбек көкеміз бен Айгүл анамыз үшін бір ерекше қол соғып қошеметтеп қояйықшы. Ас иесімен тәтті дейді, алысқа ат жіберіп, жақынға хат жіберіп, алталаштың бес ағайын тума-туыстың дос-шыраның басын қосып, бүгінде Ерасалдай барамыз. Ер жетті, өз теңін тапты деп, ағайын тума-туыстың сіздердің ақбаталарыңызды алайық деген ниетпен жайылып жатқан бүгінгі қуанышымыз. Сондықтан да қуаныш иелерін бір ерекше қол соғып қошеметтеп ортамызға алдырып алайық. Келіңіздер. Әкеміз бен анамызға бір ерекше қол соғайық. Бүгінгі қуаныш, бүгінгі той осы әкеміз бен анамыздың қуанышы. Сондықтан да осы тойымыздың басында той төріне алдырып жатқан себебіміз бар. Ал ендеше, көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, баршамыз орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, бір ерекше қол соғып қошеметтеп, екі жастың бақытшын келіп жатырған, сонау Алатаудың бөктерінен келіп жатырған, Уақ елінен келіп жатырған, аспанмен таласқан Алатаудың етегінен гүлденген Алматыдан келіп жатырған, жаңадан келген құдағайларымызды, құдаша құдабалдарымызды Айри әнби ансамблімен той түріне ортаға айқайлап шулап ортаға қарсылайық. Ал айқай шу бар ма құдаларға? Айқай шу қайда? Ай, бәрекелді, Айри әнби ансамблінің бір ерекше қол соғып қошеметтеп қояйық. Алатаудың бөктерінен келген, Алматыдан келген құда-құдағайларымызға Махамбеттік, соның ішіндегі Атыраудың бір ыстық ықыласын ниетін шапалағымызбен ерекше көрсетіп қояйық, құрметті ағайын. Екі жастың бақытшын келіп жатқан қадамдарыңызға гүл бітсін деген ниеттеміз. Алланың нұр жаусын, тойымыздың төрінен табылыңыздар деген ниеттеміз. Әулеттіге шаңыраққа қарасты, әулеттің үлкендерімен араласып құраласуға, жайғасуға рұқсат деп жатырмыз. Жаңадан келген құда-құдағайларымызға той төрінен табылыңыздар. Қош келіп жатсыздар. Келіңіздер.
құдаларымызды дастархан басына қарай, той төріне қарай жайғастырайық. Қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, Алланың нұр жаусын деген ниеттеміз. Аман жүріңіздер, келіңіздер. Дастархан басына қарай жайғасайық. Құдаларымызға той төрінен дастархан басына қарай жайғастырайық. Қош келіп жатсыздар. Бүгінгі тойда бүгінгі қуанышты өздеріңіз жақсы білесіздер, құрметті ағайын. Ерасылдай батырымыз бүгінде ер жетіп өз теңін тауып, ағайын тума-туыстың дос-жараның басы қосып жасалып жатырған керемет кеш. Ешкім отырмаймыз. Басы енді тамаша рәсімдеріміз бар. Сол рәсімдерді жасап болған соң бұратыла бірге отырамыз деген ниеттеміз. Сондықтан да бір баршамыз орнымыздан тұрып, бүгін әулетке шаңыраққа қарасты Адайдың ұлы Ерасыл батырымыз үйленді. Той төріне айри әнби ансамблімен ортаға Ерасыл батырымызды қарсы алайық. Аллаштың баласы өзінің жері қалдырған. Күйеу қосшы, жігіт жолдас, құдаша, айқай шу бар ма? Қазаққа қанатын қазақтың ей даласы бей. Балақтың биттерін басына қаптатпай, көршінің иттерін есіктен аттатпай, қолына қамшы алып, әлемге жар салып, қазақтар жүреді. Давай, битейікші, Ерасылға бір біз музыка, қол соғайықшы, айқайлап пұршулап. Ерасыл үйленді ағайын! Адайлар бар ма? Мына шапалақтың бәрі саған, Ерасыл, тойын құтты болсын. Мына бүгінгі көтеріп жатқаны шаңырағың берекелі болсын деген ниеттеміз. Мына баршасы саған қарап қол соғып жатыр ғой, бір оң қолыңды көтеріп, баршасына бір ассалаумағалейкум деп амандасып қой. Қол соғайық, қошеметтейік. Ерасыл батырымызға айқай шу бар ма? Ай, бәрекелді. Рахмет. Ендеше той төріне бүгінгі әулетіміздің, түтінін түзу ұшырам деп, осы әулеттің ана келіні, дана келіні болам деп келіп жатырған әулеттің жаңадан түскен келіні Аружан келінімізді бір ерекше қол соғып қошеметтеп, айри әнби ансамблімен той төріне ортаға қарсы алайық. Қол соғайық, қошеметтейік келінімізге. Келін келді, ағайын келін келді, бұл әулетке жайдарлы көңіл келді. Ақ батасын береді ақсақалдар, ақтасын деп селкеусіз сенімдерді. Ақ келіннің аяғы құт болсыншы, екі жасқа берейік төріңденді. Ортамызға қош келдің бұрымдым менің, бүгін сенің маңызды күнің білемін. Ақ батасын айтады атаң мененен, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін. Келін келді ағайын, келін келді ағайын, төгер мекен иеліп, ақ батадан арайын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын. Басыңдағы құт болсын ақ орамалын, бұл бақытты сәттердің бағала бәрін. Бүгін келдің бұл үйге ақ келін болып, айналарсың ақ жаулықты анаға жаным, айналарсың ақ жаулықты анаға жаным. Келін келді қалайық, келін келді қалайық, сауал айтып баршаға тойдың әнін салайық. Оң аяқпен кіргізіп ел батасын алайық, оң аяқпен кіргізіп ел батасын алайық, ел батасын алайық. Бәрекелді рахмет. Айри әнби ансамблі бір ерекше қол соғып қошеметтік қойық келінімізді бүгінгі той төріне ортаға кіргізіп жатырған. Мына енді қазақ өзі аттан жығылса да салттан жығылмаған халықпыз. Қазақтың ата дәстүр салтымен бүгінгі тойымыздың ең маңызды шарасының бірі биташар рәсімі, құрметті ағайын. Сондықтан да осы биташар рәсімін қазіргі заманауи үлгіге сәйкес
эстрадалық нұсқада жасағанды жөн көріп жатырмыз. Осы шаңырақ иелерінің ұйғару бойынша, сондықтан да ортаға қоржынды алып келейік. Бір ерекше қол соғып қошеметтеп беташар рәсімін жасауға рұқсат етіңіздер. Ешкімнің атын атап түсін түстемейміз. Топтап ортаға шақыратын боламыз. Ал бір ерекше қол соғып қошеметтеп беташар рәсімін жасауға рұқсат етіңіздер. Мына енді асқа беташар рәсімін жасамастан бұрын осы әулетке шаңыраққа қарасты мына өлі жібімей тірі байымайды дейді құрметті ағайын. Сондықтан да осы өмірден өткен әулетке шаңыраққа қарасты қазыналы қарттарымызды, аталарымызды, әжелерімізді, аналарымыз бен әкелерімізге бір сәлем деп иілтіп бір сәлем салдырып қояйық. Музыканың сүймелде үнсіз бір сәлем әулетке шаңыраққа қарасты аруақтарға деген бір сәлемі болсын. Ендеше эстрадалық нұсқада беташар рәсімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Той құтты болсын, бір айқайлап шулап дем беріп отырыңыздар. Ал кет! Келін келді туғандар, ағайын бауыр ұландар, атанасын қуантып сүйіншісін сұраңдар. Той түндігі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-біріне мұна жұрт көрімдігін асырсын. Айналайын ақ келін, сөзіме құлақ салыңыз, өнегелі келін боп тарихта мәңгі қалыңыз. Абай менен Шоқандай ақылды ұлды табыңыз, Роза менен Мақпалдай ерке қызды табыңыз. Аталар бар салмақты, әжелер бар ардақты, ата-енең бар тағы да ойлай тұғын жан-жақты. Сондықтан да келін жан, аталарға бір сәлем, әжелерге бір сәлем, ата-енеге мың сәлем. Әкеміз бен анамызға, аталарымыз бен әжелерімізге бір сәлем. Айқай шу бар ма? Осы бір күнді ойлаған, келіп отыр осында нар тұлғалы қайнаған. Абысындар келіп тұр жадыраған жайнаған, қайнағаларға бір сәлем, абысындарға бір сәлем, әулеттің үлкендеріне мың сәлем. Құрметті ағай, той құтты болсын. Ерасылдың барша ағаларына, жеңгелеріне, әулетке қарасты қазыналы қарттарымызға бір сәлем. Алыс ауыл арасын жақын етер нағашы, екі ағайын арасын тату етер нағашы. Нағашы ақ келін боп келгенде шашу етер нағашын. Осы тойға қуанып келетінде нағашы, жиен бөле тағы бар, сіздерге сәлем салынар, салынар. Нағашыларға бір сәлем, жиен бөлеге мың сәлем. Ерасылдың барша нағашыларына, кәрі нағашыларына, баршасына, жиен бөлеріне бір сәлем. Ал айқай шу қайда, шапалақ қайда? Шыңдарға бірге шығалар, мың жылдығы мәңгілі той түрінде жырланар. Құда сырын тек қана құда болған ұғалар. Құдай қосқан келін жан, құдаларға бір сәлем, бір сәлем, құдаларға мың сәлем. Әулетке шаңыраққа қарасты әулетіміздің құдағайларына бір сәлем деп жатырмыз. Hey
отырған жезделер, жездеге кім тең келер? Ей, жанындағы әпкелер, сұлулығын көз көрер. Ей, сәлем салшы соларға, көрімдігін тез берер. Ей, айналайын келін жан, жездепкеге бір сәлем. Ерасылдың барша аталарына, жезделеріне бір сәлем деп жатырмыз. Анау тұрған қайнысы деген қайгысы, үйленді деп ағамыз, келіп тұр әне қайнысы. Өзің менен бір жүрер, бір қуанып бір күлер, қайнылармен құптасып, келіп тұр қайны сіңілер. Ей, келін жан, қайныларға бір сәлем. Ей, қайнылер, қайнсіңілерге бір сәлем. Ерасылдың барша қарындастарына, әнелеріне бір сәлем деп жатырмыз. Шақырғанда қашандай алып ұшатын, маған қымбат алаңдай достың құшағы. Мәңгі достық эверест шыңында шығар, талай бақыт табамыз достар біз әлі. Ей, достарға бір сәлем, көршілерге бір сәлем, әріптестерге бір сәлем, дос жаранға бір сәлем, барша қонақтарға бір сәлем. Әкемізбен анамыздың және ағасымен, апасының барша достарына, ұжымдастарға, көршілерге бір сәлем деп жатырмыз. Барша қонаққа бір сәлем. Бәрі сенің туысың, бәрі сенің ырысың, бет ашар айттық ағайын, шапалақ қанты ұрысың. Жақсы келін атанып, қарттарынан баталып, аяқтайын осымен, береке болсын бұл өсім. Ал айқай шу бар ма? Бет ашар рәсіміне адайлардан Махамбеттерден. Бәрекелді, бүгінгі тамаша дәстүріміз, қазақтың ата дәстүр салтыменен бүгінгі тамаша рәсіміміз жасалды. Ендеше келіннің бетін кім ашса сол ыстықтайды. Сондықтан да анамызды бір ерекше қол соғып қошеметтеп той төріне ортаға алдырайық. Өзіңіз сияқты осы әулеттің ана келіні, дана келіні болсын деген ниетпен келіннің бетін ашып, маңдайынан сүйіп, таңдайына түкіріп, бір ерекше қол соғып қошеметтеп. Келін түсті салды ғой бұрынғының, Әні біздің үйге бірендай бұрымдының, ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған Бәрекелді, анамызға бір ерекше қол соғып қошеметтеп қойық. Және де той төріне кіргізіп жатырған келінімізді ортаға алып келіп жатырған, той төріне алып келіп жатырған қос жеңгесіне де бір ерекше қол соғып қошеметтеп, шаңырақтың атынан дайындалған сый апатымызды қабыл алыңыздар. Осы келінімізге сіздердің жолдарыңызды берсін деген ниеттеміз. Қоржынымызды алайық. Ендеше, құрметті ағайын, жастарымызды қосуға рұқсат етіңіздер. Ерасылға бір қол соғайықшы. Ерасыл дым асығып тұрмаған сияқты, Аружанның қасына баруға қалай қарайсың? Мәз сөйтейік, бір қол соғайық, жастарды табыстырайық, қол соғайық, қошеметтейік.
Bir ерекше қол соқ қошеметтеп IRNB ансамблімен той төріне жастарды жайғастырайық. Өмірлері бақытты әнді болсын, өңірлері осындай сәнді болсын. Достық пенен жастық шақ жалынатып, ақ махаббат баянды мәнді болсын. Екі жас жалындасын сөнбесін, қос аққудай өз көліне төрлесін. Қолымды соқ қуанышын сезілсін, қос ғашық шын бақытты сезінсін. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың бал әні. Ғашық болған күннен бастап достарым, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Құрметті хандар мен мырзалар, бүгінгі кештің жүргізушісі Айбек Асаба. Ай, той құтты болсын, алайлар бір қол соқ қошеметтеп қояйық. Ай, шу бар ма? Берекелді рахмет. Қазаны қайнаған, ажары жайнаған, ұрпақ қызығын олы той қып тойлаған, берекелі әулеттің берекелі дастарханына құрметті ағайын. Қош келдіңіздер, қол соғайық, қошеметтейік. Бүгінде күллі мұсылман қауым үшін айтулы мереке құрметті ағайын. Айт мерекесі құтты болсын. Баршаларыңыздың осы оразада тілеген дұға, тілектеріңіз, ниеттеріңіз баршасы қабыл болсын деген ниеттеміз. Бүгінде енді қазақ халық ішінде өте керемет, Самарқандтың тасы ереген